Көкшетау көкен шыққан жұртым бекен, ғұламалар шығару ғұрпың бекен. Көкшеге өкшем тиіп шын қуандым, жарқырап маңдайымда нұр тұр мекен. Жанымда кім отқанын көрдіңіздер, жайланып алыңыздар жұртым бекем. Мың айдан да қайырлы қадір түндей, бір аптаға бергісіз бір күн бекен. Затына құрметпенен қарасам да атына кеп тұр сәл-пәл күлкім көкем. Жайлап жайын сұрайын, неде болса әзірге жымиғаны культурн екен. Сызылып сөз бастайтын сылқым бекен, жұлынып сөз бастайтын жылпың бекен. Күлкісінің астында зіл тұр мекен, кірпігінің астында мұң тұр мекен. Өмірі қыздарменен айтыспапты, шәкенге шәкірт болған шіркін көкен. Әйелмен айтыспаған атамыздың тойына қызбен шыққан бір түрлекен. Әй, бірақ оған несін қынжылайын, адамдардың кайфы түр-түрлекен. Бір жанның ауылында отырғанда бір қыздың тілін таппау мүмкін бекен. Осылармен болғасын көп айқасым, осы күні ағарды самай шашым. Қыздар менен айтысу оңай емес, Құдай берлі ағарас дәл айтасың. Ойламай бірдеңені айтық балсаң, айнадай көңілдерін қарайтасың. Біріне еркелетіп, ертек айтып, енді бірін әлдейлеп ән айтасың. Бүгінгі қарсыласым тіпті бөлек, ептілікті екесе мол айтасың. Тілін тауып көрбе көрейін, неде болса тәуекелдің жұтқанмын талай тасын. Қазақтың жан саясын көріп жүрміз, қырғыздың бір көрейік Жамайкасын. Бірақ бұл бойдағы емес, күйеуі бар, баласы да бар екен, оны айтасың. Әсемдей өтпей жүрген біреу емес, әттең ай көзді қайтып ал айтасың. Аман жол аға қылың керек боп тұр, ініңе енді қандай жол айтасың. Әуелден қамқор болдың әкем құсап, көмегіңде көп дейді көкем құсап. Тәуекел тұрып ақ кетер едім, тәушенге жолын берген көкем құсап. Сіз бірақ қыздар менен айтыспады, ешқашан ескертпепсіз шәкен құсап. Сұлулыққа іңкар боп өзіңізде сері боп өскенсіз ғой сәкен құсап. Жүзің жарқын болып осылай жүзе берші, 100 жаста қыз іздеген жәкем құсап. Көкшенің керемет қой көкендері, көптің жүгі болыпты көтергені. Халықтың мұңмен зарын айтпағанда, халықтың ақыны боп өтермеді. Әттең тек өмірі сәл келте бопты, осынау жани пәни жалған мекендегі. Өмірі қыздар менен айтыспапты, өтініп сұраса да нөкерлері. Осыны естігенде ойға қалдым, ұстазының айтқаны бекер меді. Кім білет қыздармен көп айтысқанда жамбылдай жүзге тірі жетер меді. Жарайды Жамайкаға бұрылайын, суырылып келіп тұрған екелдегі. Тірлікті жайлап бастау керек, бірлікті бұзып алмай екелдегі. Қайдағы отырайын ойға батпай, қайнардай болмайды бүгін қайнап ақпай. Көшпенділер ойыны кетті кеше, көшілгері келіп біз бой қаратпай. Ал бүгін қырғыз қазақ жиналып біз Көкшетаудың төрінде байман аптай.
аузымен құс түстеген ақындар жүр аламанға жайратып қойған аттай. Енделім қиқуыңды қосып отыр тұлпарды тағасынан, тайған атпай қырғыздың қызыменен жарысайын, қара қызбен жарысқан айға бақтай. Айға бақ болсын көрейін басығыңды, айтыш сайын іздейсің ғо ашығыңды. Қырғыздың қара қызы бір көрсінші, қыз көрселе көзі күйген ақыныңды, қыз көрселе көзі күйген ақыныңды. Мақсат аға бүгін өзгөчө шаттылысың, алдыңарға шығып тұра татту қызың. Ұстатыңдың арманы менен, айтышып мақсат аға бақтылысың, айтышып мақсат аға бақтылысың. Көкен ақын қыз менен жарышпаған, қиялдары биік көкті чабыттаған. Алдымдағы баласынай таңғаламын, аял менен кеп талашып қалышпаған, аял менен сөз талашып қалышпаған. Ару деп жүрегіңір қанаттыңар, атаңыздай жашың жүзге барат шығар. Чоң атабыз Дон Жуан болып тұр деп, кейін неберелер ескеріп қалат шығар, небереңіз ескеріп қалат шығар. Сүйінбай кенендерге тамчысың бі, сүйі үшін жаралған же жарчысың бі. Сағаға таңғалам үйге барып, семейный көресің бі айтышыңды, семейный көресің бі айтышыңды. Үміттердің отындағы жағыш керек, үй бүлең бараны еске алыш керек. Арайтышта сүйесің арғай қызды, ал қылығыңа азырқыға чейін чыдап жүрген аялыңа алтын белгі тағыш керек, әйеліңе алтын медаль тағыш керек. Үйіме боп жүрген соң мейман әр күн, кейде аттарын ұмытам кей баламның. Сарыарқадай кең жерде өскендіктен алақандай аулаға сыймағанмын. Семейный айтыс көресің бе дейді, мен оны ешқашанда тыймағанмын. Қазақша білмейтұғын жеңгеңіздің әліппесін қайтадан жинағанмын. Жеңгеңнің түсінігі жетіп жатыр, әзірге ожағынан беймаралмын. Барынша жасыруға тырысады жасаған балалығын кейдағаңның. Әйеліңе бер дейді алтын белгі, ол мен үшін іс емес, қиналардым. 20 жылғы жұқарған жүйкесі үшін мен оған алтын домбыра сыйлағанмын. Екеуміз екі жұртқа жаршымыз ба, біреуміз бүк, біріміз алшымыз ба. Жақсырлап бір терлетсем болды маған, басқа не жасай алам қарсы қызға. Дәл бүгін куә болсам жетіп жатыр қара қыздай қара үзген шабысыңызға. Таңдайыңнан төгілген тәтті өлеңмен маңдайыңнан таматын тамшыңызға. 60-тағы шалдарда қарап отыр қырғыздан келген ақын әнші қызға.
60-тағы Шалтыгүл Жамайкажан 80 гөл жылайтындай даусыңызға ей. Әуезі екен десем қаймақамның, әуені екен ғой бұл майрапамның мақамын салып келіп көңілімді күнге апардың, айға апардың. Ол кісі қырғыздарға келім болса өлеңнің отын бүгін қайнатармын. Құдаша болдыңыз ғой онда маған құдай ау, енді қалай шай жатармын. Көзіңді самаладай шайнатармын, өзіңді сандуғаштай сайратармын. Құдаша деген қандай керемет сөз, құдіретінен күш алдым, қайрат алдым. Дәмнің исін апарып танауына, дәмесін қоздырғандай айда қардың ей. Жамайка көтерейін даңқың денді, көрдің бе мен ұстанған салтым денді. Айтпақшы сәбиіңді ертіп кепсің, дұрыс қой көрсе бала әр түрлі елді. Олаздай күйеуіңді ертіп кепсің, суық деп Сарыарқадай салқын жерді. Есімі жігітіңнің дастан екен, Жамайка жарғылмайды әркімдерді. Сол дастанның бұл күні арқасында жарып тұр жарнамадай даңқың жерді. Бүгінде Сарыарқаға еріп келіп, көзіңе нұр, өзіңе қарқын берді. Байғұстың жаңа көзін көріп келдім, жүзінен байқалмай тұр жарқын белгі. Сен мұнда айтысып отырғанда, ана жақта бала бағып отқанын халқым көрді. Сенің жыр дастаныңа шыдап жүрген, дастанға қою керек алтын белгі. Дастан десең маға келер дареги бар, мені менен тең айланған қареги бар. Күйемізге керек емес алтын белги, алтынға да алмаспайтын айели бар, алтынға да алмаспайтын айели бар. Манашыр үміт менен термелейді, мазақтаған адам өйде өрлемейді. Мерей тойын құттықтап келіп отсам, мақсат ағам терлетсем деп емне дейді, мақсат ағам терлетсем деп емне дейді. Құдаша дедің, құдаша дейтанда құдама мен өлең етем, құдашаңа бар сыйыңды көре кетем. 80 гөлгө алып барған Жамайканы, мақсаттың мақсаттары бөлек екен, мақсаттың мақсаттары бөлек екен. Ақындарды санайсыз қыз сүйіп өткен, аман жолдан дейсіз опыт үйіп кеткен. Аман жолды білеміз ғой қарақ қазақ қырғыз, ал айтышта қыздың барқын биіктеткен, айтыстағы қыздың барқын биіктеткен. Ағамыздың шықпасыншы жыры мұңды, менің 3 ұлым бар гүлдеткен тұғырымды. А сіздің 4 қызыңыз бар екен ғо, күйе бала қылып ал бір ұлымды, күйе бала қылып ал бір ұлымды. Тойға кеп отырған соң торат мініп, тоқтамай сөйлеу керек бұрап тұрып.
аппақ қарлар жауып жатыр, жүрегіңдей жарқырап жанап тұрып. Қыдыртып Көкшетауды қайтсам бекен, Сарыарқаның төсінде сабақ құрып. Серілердің сертімен серуендеп, салдардың салтыменен сауап құрып. 80 ақ үйтік тұрып 80 көлге, 8 күн күтермедім қонақ қылып. Сыр айтып оңашада қайтар едік, Сырымбеттің басынан қарап тұрып. Жұмбақ тастың үстінде отырғанда жұмбағыңды шешерем жауап қылып. Бурабайдың ауасын жұтқан адам бурадай кетеді екен жарап тұрып. Бірақ бұл Жамайканың күйеуі бар, бір жеріңді қояды олақ қылып. Оқ жетпестей қол жетпес құда шамай, жүректі ауырттың ғой қарап тұрып. Тағдырдың жазуынан қара көрмейсің бе, ойымды ойсыратты тонап тұрып. Манастың жырындай көп, үмітімді Шоқанның ғұмырындай шолақ қылып. Ол рас, біраз қыз бар менде көкем, соларды еркелетем, ермек етем. Менің пәк періштедей сұлуларым бой жетсе, жар болады-ау пендеге тең. Үш ұлдың анасымын деп отырсың, құрсағыңа Құдай құт берген екен. Атқан оғы далаға қаңғырмайтын, дастанда дарабоз мерген екен. Құдаша саған бүгін риза болдым, жас болса да көп нәрсе көрген екен. Ұйқасыңыз маужырап тұрған менен, ұйқыңыз құсты күндей сергек екен. Алдына көрмеген соң қара салып, Жамайка бара жатыр дара шауып. Қырғызбенен құда болған жаман бекен, қайтейін бұлдан байын бермейм деп ала сарып. 80 көлге апарып тербетем дейді, сөздерің беріп жатыр жаңа шабыт. Құдаңа жақындаудың ретін таппай ортаға отырсың ау бала салып. Жамайка оның мындай жағдайы бар, жеңгең бәрін реттеген таба салып. Адамдар атастырып алып кеткен ағаңның жүрегіне жара салып. Сондықтан Жамайка жан кешіріңіз, ағаңның болмай тұр еш шарасы анық. Басы бос саған берер қыз болмай тұр, басқасын жасамасам бара салып. Қырғызға талай барып баталыппын, халқының құрметінен оталыппын. Бішкегімде сізді сайрап жатыр кешегі Баянғалимен Шахановтың. Ал бүгін қасымызда Жамайка тұр, қызына қолға салып Ахановтың. Қай жерден қыз алуды білесіңдер, Сарыарқаға сон ойлап атарыттың. Әселдей анасы да қазақ екен, ең алғашқы президентің Ақайыптың. Біздің қайран қазақтың қыздарына ең жоғарғы үлгісі сапалықтың. Перзенттерін президент қып өсіретін әйгілі әжесіндей Жапаровтың. Орынбай от болыпты лапылдаған, жанынан жанған екен жақындаған. Асайынып асыры ақын бопты, Алшакен Сарыаяздай сақылдаған. Баянғали ағамды кім білмейді,
Қырғыз қазақ өнерін мақұлдаған 60-қа келіп жатыр Құдашаға мен алғашқы көлікті тақымдаған. Арманын осылардың жалғайын деп армандай кейілді кейін ақын балаң. Әлібектің бір өзі не тұрады тойғы тойстаса таңдайы тақылдаған. Осындай жақсылардың құрметіне шапалағын керек ау шатырлаған айтыста секілді бір ат жарысы, көмбенің көрінбейді қатталысы. Өзі бүгін 60-қа келіп жатыр көкеннің 60-тағы мақтанышы. Құдашаға жүре бер жүзге дейін айтыстың алтын айдар ақ барысы. Біреулерге есірген әртіс артық, біреулерге ес көнер айтыс артық. Көкшенің топырағынан айналайын шыға береді жерінен қалқы саңқыт. Салбыржан 190-ға келіп жатыр, тойынан ап қайтыпты қалқы сарқыт. Балуан шолақ келіпті 160-ға тірісінде тең таппай тартыс артық. Баянғали 70-ге келген екен, қошемет соқпайды ма қалқы шалтып. Кешелі бер кеш өткізіп 60-қа кеп құдай берлі ағам жүр даңқы шалқып. Халықтың ортасында өзі отыр, өне бойы өлеңмен айтыс аңқып. Көкендей көрмей жеткен 100 жасыңнан, көкемнің көрген бүгін 60 артыға. Қырғыз сонша емес қой алыс елдер, ежелден бізге туыс таныс елдер. Сендер менен сырласқан қандай жақсы, жыл сайын кеп тұрыңдар тағы сендер. Әсем мен Жансаяның іші күйіп, қызғаныштың уына тағы шөлдер. Күймек түгіл сорлылар өртеніп кетсін, қадірімді білмейтін қаны шерлер. Көкшетау қасиетті белгі айналсын, бүгінгі қыз қуанышқа ел қайрансың. Жамайкаға жалпы жұрт қол соғыңдар, ақанып қандай болса сондай. Кең бәйгі алсын. Үш ұлы бар аяулы анасың ғой, айналаң 80-дей бір көлге айналсын. Алдыңдағы көрінген үш ұлыңыз қазақтың 300-дей елге айналсын. Алай бұлай дейді ағам Жамайканы, ал сөзіңе алданатын Жамайкабы. Бара салып жасаймын дейт маға келін, ал қыз болору мақсат аға гарантиябы, ал қыз болору мақсат ағай гарантиябы. Достықты бекем тұтып бізге атаған, береличи мақсат аға біз батадан. Айтқандарың қабыл болып 3 балама, 90-ында 18-де қызды сүйген. Жамбылдай шал болыңыз 100 жашаған, жамбылдай шал болыңыз 100 жашаған. Тарихың бар езелкиден чаң баспаған, сөздің гүлін тересіңер қаймақтаған. Сен даман бол қазақ жұртым түбелікі, келген қонағын аздектеп ардақтаған, қонақтарын аздектеп ардақтаған. Айты
айтыш деген бул жакшы нерсе экен. Ал айтышты алам бүт көрсөң экен. Бүгүнкү бул айтыштын баш жүлдесин бирлик, достук, ынтымак жеңсе экен. Бирлик, достук, ынтымак жеңсе экен. Ай бәрекелді. Қошемет ардақта ағайын. Bir қайырасың ба? Ал жарайды. Ағаңды асқан деппең, тосқан деппең, осылай сөз бастайсың сасқан беттен. Қыз болуға гарантияң бар ма дейді. Ағаңды не сөзінен қашқан деппең, ағаңызда қыздардың зауыты бар. Сұрау оны Дидармен Аспанбектен. Тиген жер ұл болып кете берер, еркектердің барлығы дастан деппең. Ай, қошемет ардақта ағайын. Айтқаныңыз тамаша, тууралуу ғой. Сөзүңүздү калайык журтугады ғой. Максат ага билесизби, бир сөз бар го, эркектерден эркектер туулады ғой. Ай, бәрекелді. Қошемет ардақта ағайын. Жамайка әр нәрсеге ере берме, көңіліңді жан жаққа бере берме. Еркектен еркек туады деп қоясың, сен олай қанатыңды кере берме. Еркек қашан қарағым босанып ет, шамандардың сөзіне ерсене берме. Қуандықтың сөзі бар дәл осындай, әніне қуандықтың ере берме. Мақсаттың көкшеде бар 100 тұрағы, Жамайканың құралдау бір сұрағы. Негізі ол қате бір сондай пікір, тонының ауыстырған сыртын әрі. Негізі нағыз еркек азаматтан, қарағым білесің ғой, қыз туады. Түскенде дәл осындай аламанға, ағайын Жамайкаға шара бар ма? Құрметтеп қырғыз қызға қол соғайық, сұлу ғой әсемдерге қарағанда. Мұны естісе әсемдер ренжиді ғой, олар құмар мені кеп талағанға. Дүниеге әкелген тіршілікті Құдайым ғұмыр берсін аналарға. Еркектерді әкелген дүниеге ерліктің ең үлкені аналарда. Ай, бәрекелді. Жамайка бір қайыр болды. Айтыш деген мақсат сенде құса бар ғой. Айтышқа мақсат ағай құса бардай. Шымшықтарда шипылдайт қо учаң албай. Азилдерди азилдей қабылдачы, айтқан сөзгө анчалык шычаламай. Айтқан сөзгө анчалык чычаламай. Көкен ақын өнөрдөгү нар экен ғой. Экиң элге пейили да ак экен ғой. Эсил болуп көтсө дагы дүнүйөдөн, эки элди бириктирген жан экен ғой. Экиң элди бириктирген жан экен ғой.
Ай бәрекелді. Қошемет ардақты ағайын, бір қандайдан дәмі кетпейтін тамаша айтыс болды деп ойлаймын. Қошемет, қол соғайық. Жаңа Жамайка қыз айтты ғой, бүгінгі айтыстағы ең бас жүлде екі елдің бірлігі деді. Осыған бәріміз тоқтаймыз деп ойлаймын. Енді айтыстың, қыз бен жігіт айтысының қас шебері мақсатпен айтысы оңай болған ба? Бірақ соның барлығы керемет бір жарасымды айтыс болды. Айтысты бастаған Мақсат Ақановтың ұпайы 10. Мақсатпен айтысқан Жамайканың ұпайы. Оған да 10 беріңіздер енді бәріңіз. Қошемет. Қырғыздың